Ай, күн мен жердің арасын еніп, күн сәулесін көлегейлеп, жер бетіне көлеңке түсіргенде күн тұтылады. Ай жарқыраған күн дискін толық жапса, бұл толық күн тұтылуы. Ол 1,5 жыл сайын әйтеуір бір жерде болып тұрады. Жартылай күн тұтылуы жиірек, жылына кемінде 2 рет болады. Өз кезегінде, ай тұтылғанда, ол жердің ар жағымен өтеді де. Енді, жер күн сәулесін айға жібермей, оның бетіне қызыл реңкті көлеңке түсіреді. Бұл екі құбылыстың айырмасын ұмытпас үшін, ненің қараятынын ескерген жөн. Күн тұтылғанда күн қараяды, ай тұтылғанда ай қараяды. Күн тұтылуы екінің бірі көре бермейтін сирек құбылыс. Өйткені айдың көлеңкесі салыстырмалы түрде шағын. Бұл жер бетіндегі тұтылу көрінетін аумақты шектейді. Сіз планетаның күнгей бетінде әрі ай көлеңкесінің жолында тұруыңыз керек. Сондықтан, толық тұтылу аймағында болып шықсаңыз, бұл джекпот ұтқанмен тең. Өйткені, бұл оқиға жер бетіндегі әр нүктеде орта есеппен 375 жылда бір қайталанды. Күн тұтылу кезінде ай көлеңке мен ала көлеңке түсіреді. Көлеңке күн жарығы толық тұтылатын облыс. Ғарышта ол айдан әрі 400 000 километрге созылып жатқан конус тәрізді көрінеді. Осы конустың ұшы жерге тиген аймақта күннің толық тұтылуы бақыланады. Ай көлеңкесі тұтылу карталарының көбінде дөңгелек ретінде салынады, бірақ іс жүзінде умбра, бұрыштар сәл иімек, дұрыс емес көп бұрыш. Мұның себебі ай мүлтіксіз сфера емес, оның бетінде ай көлеңкесіне өз әсерін тигізетін таулар мен аңғарлар бар. Бүгінде ғалымдар НАСАның ай орбитасындағы барлау зондының арқасында ай бетінің пішінін әлде қайда жақсы біледі. Теңдесі жоқ егжей-тегжейлі топографиялық карталар, суреттер мен басқа да мәліметтер жердегі толық күн тұтылуы бақыланатын аймақтарды дәлірек анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан, бірде күн тұтылуына куә болудың сәті түссе, біздің кішкентай серігіміздің үлкен маңызын ешқашан ұмытпаңыз.